жердің бетінде көгіңнен жасалған көрпеңді сағынғанымда еске аламын. Қаланың шамдары жарқырап түрлі түспенен тұрғанда жаным, көңілде ауылым арқырап шырағым жақтай бәрінен жарық. Сағындым сені. Қайырлы таң барлықтарыңызға. Бүгін біз ата-апаларымызбен Тараз қаласына зияратқа шығамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бауларың менен ағасуды, ұлдары бекем, қыздары көркем, киелі мекен, ұлдары бекем, қыздары көркем. Ben keldim oğlum. Haydi ayet oğlum ben 89 yıl bir iş geldim. O кезде бұндай емес шығар бірақ. Yok, ayda mı? Erkeğim oğlum. Yol arcağında şimdi toprak yok. Mutlu. Köyüm bolu yakınmış bizim şimdi. Akmeşik'e varanda hani ne kadar tutsama oturadım da onu. O nasıl oldu? Ya hani de bırakmadı beni. Sağın dursun ben kendini sevgiledim de. Bir havalı tuturmadı. Erten televizyon görüp. Сізді телевизордан көрсетеміз ертең барғандарыңызды. Mine koyun kademi kasabı var. Kazak bölüngende mesela Karahanitler, buna жаңағы неше türlü. Sonda biz Karahanitlerin patçası mı Karahan ata деген soğuksu patçası болған kanı bilevшісі. Сол bu kişi осы мынау Ташкеннің Зеңгі баба деген билеушісі болған. Соның сол Қызылбастар дейді. Қызылбас деген мұны Иран нелер қызыл не киеді екен басына. Қызыл бас киім да. Иә, қызыл бас киім. Тымақ. Сөйтіп Қызылбастар дейді оны енді жазбаштар. Қызылбастармен соғысқанда бұл кісі қатысқан ғой, соны Ташкенге барып, жәрдемге барған. Соғысып, соғысып кейін қайтқанда Айшабегі бойжеткен қыз жаңа соны көреді ғой енді. Көреді дейді, түсіне көреді дейді, сөйтіп әкесінен рұқсат сұрайды ғой. Қазақ қой да. Қазақ қой енді қазір. Бірақ қазақ ол кезде неше тайпа ұру болып кеткен ғой. Кейін болып тұрса қазақ. Шығысында несінде әртүрлі болған ғой. Сосын анасына дейді, анасы әкесінен рұқсат сұра дейді ғой енді. Әкесінен бата сұрап рұқсат сұраса, бата рұқсат бермейді. Сол айдарда Қараханиттерге осы жігіт бар ғой деп. Сөйтіп қатты бұл сенді жаңағы ауырады енді, түс көреді, үйтеді, сонысы анасы батасын беріп шығарып салады. Жаңағы күлді жүгіменен, жаңағы қыздарыменен, жаңағы жұмысшы жігіттеріменен, мал несіменен енді сөйтіп шығарып салады. Ол кезде сондай болған ғой. Сөйтіп сол Ташкеннен өшірге келгенде, жаңағы Тараз жақын қалды ғой енді деп өшірге төлейді жаңағы күлді несімен, көшіменен. Сөйтіп жаңағы міне жерде өзен бар, Таластың бір сағанасы. Соған суға түсейік деп барып суға түскенде жылан шағады бұл кісіні. Жылан шағатқаннан кейін жағдайы жаңағы ауырлайды.
сөйтіп жаңа Қараханға не беріңдер, хабар беріңдер дейді ғой. Тез кесін, мен жағдайым нашар деп. Сөйтіп хабар беріп, ол кісі келеді. Келгеннен кейін жаңағы кездесіп, сонда Айша үйімізге жаңағы ниет қылып үйден шықтым осындай. Саған қосылу керек, некемізді қидыр дейді. Арғы дүниеде кездесіп жолығармыз енді деп. Сөйтіп некесін қиып, сонысын некесін қиып неткесін бұл кісі қайтыс болып кетеді. Содан кейін осы жерге жерлейді да қайтады, бірақ мына екі ортада ел болмайды да. Қарахан жаңа батырды неше жылдан кейін қайтыс болса да өзі мынаға не салдырады, сағана, өзіне сағана салдырады, сонда бірін көріп тұрады екен да, ел жоқ қой мына арасында. Сөйтіп жаңағы бала қатын деген ол несі болған ғой, күтушісі кішкентайынан жаңағы. Ол өзі емшек ана деген болады, жаңағы сүті бар нерге емізеді да, сонда сүт анасы болған мұның. Содан қайтыс болғаннан кейін осы жерде өлгенше осы кісінің қасында болған ғой, күткен. Соның тарихы анау енді Айша бибі деген сөз жаңағы бибі деп күйеуі шыққан қыздарды айтады да, сондай. Күйеуі некесі қиғасын күйеуі бар деген есепте. Анау. Сөйтіп Айша бибі дейміз. Негесі Айша ханым деу керек. Айша ханым, Айша бикеш деген ол қыз балаларда. Қаншайым деу керек. Жаңағы некесі қиғасын бибі болып есептелінеді. Сонсын осы аңыз бар, сонсын жаңа бір жайым келген адамдар нетеді ғой, жәрдем алады шығар. Мен де сол осы 89-91 жылдар келген жаңа жерде тұрдық қой. Мен сол машинада келе жатқанда бір кісі барады, бір тауып барады, бізді бастап беріп жүреді. Сол айтты, қарашы деді, Айша күтіп жатыр ма бізді деп. Сонда әшейін бүйтіп неғанымда сол кісіні жаңа жерде көрдім ғой. Ұзын ақ көйлек, қос жеңді дейді ол кезде. Қос етек, етегін үстінен тағы сондай тігеді мынандай. Ақ, жаңағы сондай. Сосын орта бойлы жаңағы ұзын жіңішке кісі екен, мынандай жакеті бар, қара барқыттан ойлап тіккен, шашақты ақ орамал, малдан былай тартқан, ақ орамал былай жапқан шашақ. Сон неттік қой, сонсын ол кезде бұндай ештеңе жоқ. Шырақшының үйі бар, соның ар жақта. Сол жақтан түнде жаңа жерге жаңағы ырымғылды айтып сөйге түнегіктеп. Текемет алып, үйден түніп шыққанбыз. Сонсын Қарахан атанында көш дегенде, Қарахан атанында мен жаңағы Айша бибіні көрдім, тағы да Қарахан атаның бер жағында осындай шөп көк не бар. Соның үстінде бізге қарап тұр екен, соны айтып бізді күтіп жатыр екен ғой, тезірек барайық деп сөйтіп. Сөйткен мен ол кезде кейінмен сонда неден бәрін айырылып қалдым. Мен бір адамға сүп десем, оны қандай ауыр болса жазып кететін. Сүп келіп жатса да енді.
Біз дәл қазір Айша бибі кесенесіне келдік. Сол жерге келіп Айша бибі анамызға зиярат жасадық және атамыздан Айша бибінің қалай болған тарихын естідік. Дәл қазір Айша бибінің жұбайы Қарахан атаның кесенесіне баратын боламыз және де Таразды аралайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мәл Құдай бақ берсін, үлкен өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Мен жасыма келіңіздер, менен де асып кетіңіздер айналайын. 100-ге келіңіздер жаным. Бәрекелді, рахмет. Мың рахмет, таусылмастай рахмет жаным. Қарахан кесенесіне келдік. Қазір ішіне кіріп зиярат ететін боламыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ونعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Şükür min amin Allahu Ekber. Kabul olsun. Elimize aş, bir sorunları aş, жақсы. Duvarın adam bu da soğuk. Жатқан адам bu da soğuk. Algan өзі kendi o cevap nasıl ben yüzde üstünde girip gidemiz. Osunda sonuçtan basımızı düzeltmiş. Osunda afamızın osunda halibiler basına bir ziyaret programı yapacak. Çok Müslümanlardan bir düşünme bir kendisi. Bu da bizim sizden geldiğimiz programı başladık sonuçta bu var mı? Yarın yine kimseden olsa rahatlanıp kalar. Şu dua okuyup Sol şimdi bu şimdi özüm şimdi biz geçen sağ olun. Bu adamda benim nasıl olmaya yükselmek istiyor. Sonra sağ olun diyor. Biz bazı salaysın. Bunu son kadar salaysın. Yemin alıyorsun dedim peri okuma diyor. Yine bu özlük, türk, her şey en az sorumluluğum. Kızları da, balları da. Bir sağ birbirimiz bir cana atiret kaytarmasak farklı olmalı. Ve aleyküm nasılsın, aleyküm, ve rahmetullah, berekatü, dikkatlısınız. Sonunda sağında soğuk, senin de yorulmuşsun. Olacak yapalım. Принимай Он твой мастер, конечно. Hayatta. Ben nasıl esip koparladı. Bol bol. Ana kırkından. Kışarlarına giyip hazırladı var. Kırkından çıkaşı bir yetine karayısın suyu ruhsat vermeydi o. Haklısınız. Bu kanalımız biraz yeğenli oldu. Ben aytam ilk öyle senin bir tozağın gibi. Gayet tutsuzdu. Ne? Kırkın. Sen kimi yazmandın? Kırkın şey. Kırkın ilk öyle. Ne? Bilmeyiz bu. Yeni de bilmeyi de aldım. Saat ders kazaktım. Kırkına şeyin koyuna kavuşturma. Bu ya senin bir tozağın diyor. Kırk kası. Şey böyle tozağın diyor. O koyuna kavuşturup giydi. Sonunda aşağı. Koyuna monitörler. Azı o günde karaydı. Böyle yoktu. Hani köyde kapını bir bu. Дәл қазір
қазір ата-апаларымыз бен Абайхан кесенесі мен Дәуітбек бабай кесенесіне кіріп, оларға зиярат жасадық және де олар туралы түрлі ақпараттар естідік. Дәл қазір ата-апаларымызды алып командаға барып, ары қарай басқа зияраттарға баратын боламыз. Баяғыда 49 жылы соғыстан келген бір ата барды ғой, контужный, бір аяғы кесілген таяқпен жүреді. Сондай осы бір үйде жаңағы білмеймін, құдай тамақ па сөрді, ол кезде армиядан келген адамдар көп, не бәрі болды. Соны молда жаңағы оқып, Құранды ұзағынан оқып атыр. Содан бір уақытта батасын қылды, батасын арабша айтып атыр. Ана кісі таяқтарды басты, бір ұрды. Не айтып атсың сен? Батаға батырмын. Құдай біледі, сен батаға батсың ба, бәріміз боқтап атсың ба? Қазақша айтса түсінесің ғой. Деп. Сондай, білмем, әдейі істедім оқыс айтыр. Осындай жаңағы өзі контужный болып көрген кісілер ғой, не? Енді мынау Әдемінен келді. әркімнің шыққан тауы биік болсын, отырған орны майлы болсын дейді, жұғымды болсын дейді, деген мақал бар. Ол тау дегенде мынау кәдімгі Қаратауға шыққан емес, адамның өмірінің ұзақтығын, сосын көргендігін, мысалы, көсемдігін, соны айтады. Мынау, әрине, адам өзінен еш нәрсе аямайды, өзіне жақсылықтан басқа сөз айтпайды, жақсылықтан басқа зиян сөз айтпайды адам өзіне, жанашырына да. Ал енді ол өте әсіресе қазақта бар нәрсе. Дүние жүзінде басқа елдерде ондай жоқ сияқты. Мынау шет елдердегі мақтаймыз ғой, Европаға оқытайық, неге жіберіп оқытайық деп. Олар ана баласы 18-ге, қызы 18-ге толған екен, үйден қуып жібереді, қайда барса онда бар. Жұмыс істейсің ба, оқисың ба, байға тиесің ба? Міне. Сосын қарттар үйіне тапсырады екен, жылына бір-ақ рет келіп көреді екен. Біздегі қазір сондай не болды ғой осы? Қай күн айы? Қайсы айда бір болды? 1 октябрь. Міне. Сояқтан келген нәрсе. Қазақтан да болмаған. Сондай. Енді мынау қазақтың бауырмалдылығы, міне осы отырғанымыздың өзі. Сіз бізде ойнап күліп отырмыз, мына мен досым, мен әшейін күлдіру үшін айтам бұған. Болмаса бұл жоқта мен жүре алмайым да, отыра алмайым, күн көре алмайым. Бәрін көтереді. Мына дана қызым, ол ниет, ықыласы несімен келіп отыр. Бұл да мысалда қазіргі істеп отырған тірлігі өте ауыр тірлік. Осынша адамды сауабы да осының мойында, обалы да осының мойында ұйымдастырып келген. Біз оған төкі ықыласымызды білдіріп, батамызды беріп отырмыз, рахмет деп айтып отырмыз. Соның бәрі Аллаға әйтеуір қабыл болып, ниетіміз ғой, ниетіміз қабыл болмыз. Ал енді келер жылы осыға шейін осы үлкен той болсын, осы қызымыз жүрміз құрсын, тойын өзіміз істеп берейік енді. Бүгін қол қойып уәде бермейміз, бірақ ниетімізді білдіріп жатырмыз ғой. Ниетіміз осы қызға әйтеуір тұрмыс құрып, тойына қатыссақ аман есен. Мынау көп түкірсе көл болады дейді. Осынша көп кісілер, мысалы 20-дан асып отырмыз. Соны ниет қылып, тілек білдірсек, Алла қабыл етер. Баяғыда мен атам айтатын тұғын. Сонда біздің үйде 11-13 адам тұрамыз.
Үлкен атам бар, әжем бар, нағашы атам бар, нағашы әжем. Сол білмеймін, бізге де шықпайды. Осында дастархан жайғанда жаңағы бүйтіп арғы қоя алмайды, шаш жібереді. Нанды тұрып, әйтеуір тартысып ішіп жейтініміз. Сонда сол кісі айтады, не айтайын деген. Осы үйде дейді, қанша адам бар дейді, соның біреуінің ақ несібесі бар дейді. Сол біреуінің несібесі бәрімізге бұйырып тұр дейді. Мен сөйтіп айтатын жаңағы кісі құда құдірет. Сондай ақ енді айтып, әркім несібесі өзіменен ғой. Әрқайсымыз, отбасымыз бір. Бірақ ниет тілегіміз бір. Осында бұдан тымақшылықтың несі. Менің орныма, мысалы, мына жаман шалды етіп кетсе де болады ғой. Жоқ, ата дейді оқып кешеді. Құдай осыны қыласы несі, мен жаман шалдың мен шашымда жоқ. Мен сол пейіліне, көңіліне жарқырап көрініп тұрмын да, менсіз бұл жүрмейді деп келдік Құдай аşkına. Жақсы аман болғанын, елден сау болсын, өз жақтан ұзақ болсын. Бақытты болыңыздар. Жақсы. Ата, бізге бір тілек айтып жіберіңіз, өзіңіздің өсиетіңізді. Жасыммен қырын, жігіт болған. Неге сауын, осында қызмет жасап жатсыздар. Сол үшін бір пәтерде мәрең ақ болғаннан кейін. Дәмді болсын ішіп жеген астары, қадіріңді білетін, қолешті достарың, тыныштық беріп әлемге ашық болсын аспаның, önünün әбіл бөлмесін, мол қуаныш көрнесін, оқылдарың ергетіп, қонақ қостырмесін, қызмет істе айналайын өздерің, әбіл сендерді қолдасын. Аумин. Өмірде бақыт бол, деден соң аман болыңдар. Рахмет. Бақыт болың деймін. Сәсінен аман. Рахмет ата Дені сізге. қол болсын, рахмет. Дәл қазір ата-апаларымызбен түскі ас ішіп шықтық. Қазір Тараздағы тектұрмас әулиеге бірге баратын боламыз. Қазір аталарымызбен бірге тектұрмас әулиеге келдік. Кішкене алыстау екен. Сонымен жаяу бара жатырмыз. Демалайын деді, ол демалай берші. Біз барып. Біз барып, көріп, қайтайық. Иә. Келгеннен кейін бару керек. Иә, сол жерден келдік, сонау Шымкенттен көрейік деп, зиянат етуге келейік деп. Иә. Зиянатымыз қабыл болсын дейміз ғой. Не үшін, сол үшін келіп отырмыз айтайық. Бұл енді Алланың тірлігі, адамдар жаңағы айтады ғой, адамдар дүниеге келген кезде жаңағы неғып келеді, ой жаңағы жылап деген дейді. Иә. Кетерді де жылап кетеді екен. Сол ұқсап, жерде нақ болған жер. Жер деген дүние жүзі бойынша бүткіл елді болсын, халықты болсын, барлығы жер деп атын әдейі қойған. Жер бәрін жейді екен ғой. Адамды да, құсты да, жаңағы темір болсын, бәрін жейді екен. Сол үшін атын жер деп қойған. Сол үшін бұл адамзат өзіміз әйтеуір Алланың берген күнін жасын жасаймыз да уақыты біткеннен кейін кетеміз ғой. Иә. Сөйтіп сол жаңағы сол жерге кіреміз ғой бәріміз. Иә. Оған дейін әйтеуір бір аталы деліндіп Алланың ағасында жүріп жатқанымыз ғой енді. Алла қуат берсін әйтеуір өзімізге. Сіздерге де қуат берсін. Әмин. Осы жақтан әйтеуір алып аралатып көрсетіп жүрсіңдер. Жаңағы жұмыстарын Алла аса берсін. Журналистер дегендер
мақтағандар ғой көремін. Олар бәрін біледі. Иә. Қазір көрсетіп жатырмын, бізді ертіп басындар ғой. Иә. Өмірде бақытты неден сау болсын, не айтамын бізге. Әмин. Аман болыңдар. Mehmet Ağa'da tiyebesinde var. Біз дәл қазір ата-апаларымызды біргемізде ең соңғы зияратымыздың бөлімі тек тұрмас ата кесенесіне келіп зиярат жасадық, құран бағыштадық және де бұл біздің ең соңғы зиярат ететін нүктеміз болған. Дәл қазір ата-апалармен бірге үйге қайтатын боламыз. Апай, бүгінгі күн қалай болып жатыр? Бүгінгі күн өте керемет. Ата-апаларымыз да сондай жақсы әсер алып жатыр. Осылай шығып тұрған жақсы, бәрінің жағдайы жақсы жүр. Сіздерге тілейтінім, әрбір бастаған істеріңізге Алла берекесін берсін, отбасыларың аман болсын, жұмыстарыңа табыс берсін, тек қана жақсылық тілеймін. Рахмет. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilep тұрған сауатты мұны соғып аттарымыз жетіп насip етсін. Етіміз қалымыз. Амин, Аллаху акбар. Олай жас бар. Ал бүгін қарттар үйіндегі ата-апаларымызбен осы Тараздағы Айша бибі, Тектұрмас бабаларымыздың осы кесенелерін аралап, ата-аларымыздың, апаларымыздың Құран дұғасын былайша айтқан кезде ниетін алып кетіп отырық. Бүгінгі күн жақсы өтті. Барша мейірімді жандар командасына рахмет. Бізде осы келіп қолдау көрсетіп отқанына, Кемел Продакшнға да рахмет, спонсировать етіп отқанына. Осылай аталарымыздың, апаларымыздың батасын алып жүре берейік. Шаңырақтарыңыз биік болсын, керегелеріңіз кең болсын, босағаларыңыз берік болсын, дастархандарыңыз кең болсын, мол болсын. Босағаларыңыз берік болып, ұрпақтарыңыз көп болсын, ниеттеріңіз қабыл болып, ойнап өмір жасап, мен жасымды берсін. Алла! Бүгінгі күніміз ең керемет есте қалатын күндердің бірі болды. Бүгінгі ата-апаларға жасаған жақсылықтарыңыз өздеріңізге екі есе болып қайта берсін. Дәл осы ата-апалардың батасының арқасында еліміз аман, жұртымыз тыныш, және де қазыналы қарттарымыз аман болсын. Ой, молодец! Адамға бақ берер тек қана Алла мекен. Өмірдің қызығы біреуге арман екен. Мәңгілік тұрағың болатын бар ма мекен. 5 күндік бұл дүние расында жалған екен. Қуаныш қайғының бәрі де бітеді. Бұл дүние таусылса, шын дүние күтеді. Адамға бақ берер тек қана Алла мекен. Өмірдің қызығы біреуге арман екен. Мәңгілік тұрағың болатын бар ма мекен. 5 күндік бұл дүние расында жалған екен.
жолында бәрі де Алланың қолында. Адамға бақ берер тек қана Алла мекен. Өмірдің қызығы біреуге арман екен. Мәңгілік тұрағың болатын бар ма мекен. 5 күндік бұл дүние расында жалған